Осы жылдан бастап Қазақстанның жауынгерлік өнер мен қазақ күресі ассоциациялары ерекше балаларды өз қамқорлығына алды. Бұрын олар бір коттеджде жаттығатын. Балаларға спорт залдарымызды ұсындық. Енді олар осы жерде жаттығады. Біз оларға қажет спорт жабдықтарын сатып алдық. Балалар жаттықтырушылармен айналысады. Оларға үнемі көмектесеміз. Балалардың қалай қуанып, рахаттанып жаттығатынын көріп жүрмін. Оларға спортпен шұғылдану үлкен жұбаныш. Біз олардың өмірін барынша ыңғайлы етуіміз керек. Олар бізге қарап ауруынан айығып кету үшін талпынатындай болу қажет. Оларға қолымыздан келгенше көмектесуіміз керек. Бұл әрбір азаматтың, өз елінің патриотының борышы. Это долг гражданина и патриота своей страны.